Абдулла ибн Масуд деген сахаба айтады радиаллаху анху. Мен айттым ба айтпадым ба? Алла тағала дейді, адамдардың жүрегіне қарады дейді. Бүкіл адамзатты жаратпай тұрып Алла жүрегіне қарады да, ең сау таза жүрек Мұхаммедтің жүрегі деп таңдады дейді. Саллаллаху алейхи ва саллям. Одан кейінгі жүректерді қарады дейді, қайтадан тексерді дейді. Ең таза жүректер оның сахабаларының жүректері деп қасына жинап берді дейді, ана қараңыздар. Демек, ең абзал адамдар кім екен? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар екен. Ең жүрегі лайық сол бүкіл нәрсеге кім екен? Сахабалардың жүрегі екен. Неге біз сол заманда болмай қалдық десек, біздің жүректер не емес екен? Оған лайық болмай қалған екен ғой. Сондықтан мен сахаба болғанда қирататын едім, бүйтетін едім дегенде айтпаңдар дейді ғалымдар. Заманыңа шүкірлік ет дейді, және мұсылман болып келгеніңе шүкірлік ет дейді. Өйткені сен ол заманға түсіп қалсаң, көтере алмай қалуың әбден мүмкін дейді. Міне сондықтан міне осындай керемет жігіттермен, мықты жігіттермен ислам діні басталды. Сол жігіттер ислам дінінің несін ұстады? Ислам дінінің тірегін ұстап қалды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өтсе де, кім ұстады дінді? Сахабалар ұстады, көрдіңіздер ме? Сахабалар жеткізді. Алла аманат ету үшін таңдалған адамдар дейді, ана қараңыз. Дінді пайғамбар аманат кімге береді өзі? Кеше Абдул-Мутталиб аманатты кімге берді? Абу Талибке сенімді болғаннан кейін берді. Дұрыс па? Абу Лахабқа берген жоқ деп айттық қой. Дәл сол сияқты Алла ең сенімді адамдарды дінін кімге берді? Сахабаларға берді дейді, ғалымдар айтады. Демек сахабалар лайықты бұл дінді бізге қарай аман есен жеткізіп беруге.